Сәлем достар, қалайсыздар? Бұл Нұр Нұрмашұлы. Біздің бүгінгі шығарылым осы UFC 300 турниріне арналған шоуды жалғастыратын болады. Бұл шығарылымда біз осы турнирдің басты мейн картына тоқталатын боламыз. Бұл мейн картта бас аяғы 5 кездесу жоспарланған, және де олардың ең алғашқысы бізде қос американдық арасында өтетін ерлер арасындағы орта салмақтағы кездесу, яғни Бо Никол Коди Брандеджге қарсы шығатын болады. Бұл кездесуде фаворит ретінде Бо Никол болып табылып отыр. Сарапшылардың пікірі бойынша Бо Никол дәл қазіргі сәтте бұл кездесуде, құрметті көрермен, шынымды айтсам, Бо Никол яғни 85% көрсеткішпен анық фаворит ретінде көрініп отыр. Небәрі 15% бұл Коди Брандеджге тиесілі. Бірақ та өткен Fight Night'та орын алған болатын. Ал оның қарсыласы Бо Никол жалпы өзінің соңғы кездесуінде UFC 290 турнирінде өзінің қарсыласын нокаутпен жеңген болатын. Жалпы бұл жауынгерлердің статистикасына қысқаша тоқталатын болсақ, Бо Никол бас аяғы карьерасында бұл жауынгер 5 кездесу өткізіп барлығында жеңіске жеткен. Бір кездесуін нокаутпен жеңген болса, 4 кездесуін сабмишнмен жеңіп шыққан жауынгер. Ал Коди Брандедждің статистикасына тоқталатын болсақ, бұл жауынгер өзінің карьерасында бас аяғы 15 кездесу өткізіп, оның 10-да жеңіске жетіп, 5-еуінде жеңіліске ұшыраған жауынгер. Құрметті көрермен, жалпы бұл кездесу өте қызықты өтеді деп күтілуде. Бірақ та сарапшылардың пікірі бойынша бұл кездесуде фаворит ретінде атап өткенімдей Бо Никол болып табылып отыр. Бірақ та мен өзімнің пікірімді айтатын болсам, бұл кездесуде Коди Брандеджге сенім артатын боламын. Одан кейінгі кездесу өте осы UFC 300 турниріне ең бірінші болып қосылған кездесулердің бірі. Ерлер арасындағы 70 кг салмақта өтетін қазіргі кездегі топ 5-ке кіретін қос жауынгер арасындағы кездесу. Олардың ең алғашқысы белбеуін Ислам Махачевке беріп қойған Бразилияның атақты жауынгері, UFC-дің басты қазіргі жұлдыздарының бірі Чарлиз Оливейра мен осы ресейлік армян өкілі Арман Царукен арасында өтетін кездесу. Яғни Арман Царукен қазіргі кезде соңғы 4 кездесуінде тоқтамай жеңіске жетіп келе жатқан жауынгер. Сондықтан да UFC бұл кездесуді осы 70 кг салмақтағы Ислам Махачевтің келесі қарсыласы кім болады деген жалпы осы кездесу арқылы анықтайын деп отыр. Сондықтан да бұл кездесу өте тартысты өтеді. Жалпы бұл жауынгерлерге тоқталатын болсақ, екі жауынгер де өте әмбебап, күрес жағы да, тік тұрып соғысу жағы да, грэплинг жақтары өте жақсы дамыған қос жауынгердің арасында кездесу. Сондықтан да бұл кездесу өте тартысты өтеді. Және де жалпы сарапшылардың пікірі бойынша бұл кездесуде фаворит ретінде Арман Царукен табылып отыр. Неге десеңіздер, осы біріншіден Ислам Махачевпен 2018 жылғы кездесуде бұл жауынгерлер бір-бірімен өте жақын кездесу өтті. Төрешілердің шешімімен Ислам Махачев жеңген болатын. Және де ол кездесуде Арман Царукен небәрі 2 апта қалғанда қабылдаған болатын. Және де ол кезде Арман Царукен небәрі 22 жаста болған. Мы бились 4 года назад, мне тогда было 22 года, сейчас мне 27. Я очень сильно вырос с того боя, и наш следующий поединок будет другим. Ал Чарльз Оливейраны білетін боларсыздар, ол өзінің UFC-дағы 28-ші кездесуінде барып чемпион атанған өте қайтпас, қайсар, талантты жауынгер. Қазіргі кезде UFC-дің өте супер жұлдыздарының бірі деп айтсақ қателеспейміз, құрметті көрермен. Сондықтан да бұл кездесуден қапы қалмаңыздар. Және де жоғарыда атап өткенімдей Арман Царукен бұл кездесуде фаворит. Және де менің ойымша да бұл кездесуде Арман Царукен фаворит болып табылады. Одан кейінгі біздегі кездесу бұл жалпы BMF, ағылшынша айтқанда, яғни the baddest mother F жұлдызша R. Яғни әлемдегі ең жаман, өте қатыгез жауынгерді анықтайтын кездесу, яғни BMF деп аталатын, жалпы белбеуге таласатын Джастин Гейджи мен, яғни Макс Холлоуэй арасында өтетін кездесу. Өздеріңіз білетін Джастин Гейджи да Макс Холлоуэйді жалпы қан жасауға толы кездесулерді жақсы көретін жауынгерлер. Өздеріңіз білетін басынан теуіп нокаутқа құлатқан болатын. Ал
Макс Холлоуэй өзінің соңғы кездесуінде осы былтыр тамыз айында өткен UFC Сингапур Fight Night'та кореялық зомби Чан Сунг Жоңды нокаутқа түсірген болатын. Сондықтан да жалпы осындай қан жосаға кездесуді өте жақсы көретін жауынгерлердің кездесуі өте тартысты өтеді. Және де бұл кездесудегі фаворит ретінде әрине Джастин Гейджи болып табылып отыр. Неге десеңіздер, өйткені бұл кездесу 70 кг салмақта өтеді. Ал біз білетіндей Макс Холлоуэй бұл негізі 66 кг салмақта өнер көрсетіп жүрген жауынгер. Және де Макс Холлоуэй ол бұрынғы осы 66 кг салмақтағы Александр Волкановскийға дейінгі жауынгер. Ал жалпы Джастин Гейджи болса осы 2020 жылы Тони Фергюсонмен арасында кездесуден кейін осы 70 кг салмақтағы уақытша белбеуді алған болатын. Бірақ та шын белбеуге таласқан кезде ол Хабиб Нурмагомедовтен жеңілді. Жалпы Тони Фергюсонмен арасында өткен кездесу бұл бөлек тақырып, құрметті көрермен. Жалпы Джастин Гейджи мен Макс Холлоуэйдің әрбір кездесуі бұл арнайы бір шығарылымға лайық кездесулер деп айтсақ қателеспейміз. Сондықтан да бұл кездесуде менің бойымша да осы Джастин Гейджи жеңіп шығады. Одан кейінгі кездесу біздегі co-main event, достар. Яғни әйелдер арасындағы 52 кг салмақта өтетін, американдықтардың тілімен айтқанда 115 фунт салмақта өтетін қос қытайлық жауынгер, яғни Жан Вейли мен Ян Шанан арасында өтетін кездесу. Жан Вейли осы соңғы кездесуні өткен жылы тамыз айында UFC 292 турнирінде Аманда Лемосты, бразилиялық Аманда Лемосты төрешілердің айқын басымдық шешімімен жеңген болса, ал Ян Шанан соңғы кездесуінде Джессика Андражды осы өткен жылы UFC 288 турнирінде өзінің қарсыласы Джессика Андражды нокаутпен жеңген болатын. Және де сол кездесуден кейін осы Ян Шананға титулдық белдесуге лайық деген ат берілген болатын. Жалпы бұл қос жауынгер арасында кездесуде кім фаворит деген тақырыпқа тоқталатын болсақ, бұл қос жауынгердің арасында кездесуде фаворит болып әрине Жан Вейли болып табылып отыр. Жан Вейли бұл өте әмбебап жауынгер екенін білеміз. Оның жалпы грэпплингі да, тік тұрып соғысуы да, жалпы сонымен қатар күресі де жақсы дамыған жауынгер. Ал Ян Шанан жалпы бұл жауынгер бас негізінде тік тұрып соғысу әдісін қолданатын жауынгер. Бірақ та менің ойымша да бұл кездесуде Жан Вейли өзінің титулдық белбеуін қорғап қалады деп ойлаймын. Және де бұл жауынгерлердің жалпы статистикасына тоқталып өтетін болсақ, Жан Вейли бұл бас-аяқ карьерасында 27 кездесу өткізіп, соның 24-інде жеңіске жетіп, 3-інде жеңілген жауынгер. Ал Ян Шананның рекорды бұл жауынгер бас-аяғы карьерасында 20 кездесу өткізіп, 17-сінде жеңіске жетіп, 3-інде жеңілген жауынгер. Және де біздегі басты main event, достар. UFC 300 турниріне ең соңғы қосылған кездесулердің бірі. Жалпы бұл кездесу өте тартысты өтеді деген. Яғни бұрынғы жартылай ауыр салмақтағы бұрынғы чемпион американдық Джамал Хилл мен дәл қазіргі чемпион, яғни бұрынғы орта салмақта чемпион болған, қазіргі кезде жартылай ауыр салмақтағы чемпион бразилиялық Алекс Перейра арасында өтетін тартысты кездесу, құрметті көрермен. Жалпы бұл кездесуде фаворит болып бірінші кезекте Алекс Перейра табылып отыр. Алекс Перейра кімдердің жалпы эксперттердің ойы бойынша 65% басымдықпен фаворит болып танылып отыр. Бұл кездесуге жалпы тоқталатын болсақ, Алекс Перейра өздеріңіз білетіндей кикбоксты өте жақсы дамыған жауынгер болса, ал Джамал Хилл өте бокс стилін жақсы көретін жауынгер. Және де бұл кездесу өте тартысты өтеді. Және де біз білетіндей бұл жартылай ауыр салмақта өнер көрсететін жауынгерлердің әрбір кездесуі ауыр салмақтағылар секілді нокаутқа, болмаса техникалық нокаутқа толы кездесу болып табылады. Сондықтан да бұл кездесу өте маңызды. Және де менің ойымша фаворит ретінде Алекс Перейра. Бұл жауынгер маған өте қатты ұнайды. Жалпы қазіргі кездегі UFC-дағы супер жұлдыздардың бірі осы Алекс Перейра. Джамал Хилл өздеріңіз білетіндей өзінің соңғы осы титулдық белдесуді алғаннан кейін ол өте жарақат алып, өте қатты ауыр жарақат алып, сонымен бір жыл үзіліске кеткен болатын. Енді қазіргі кезде ол қайтып келіп, осы титулдық белдесуге мүмкіндік алып отыр. Алекс Перейра жалпы өздеріңіз білетіндей соңғы кездесуде, титулдық кездесуде бұл
Ири Прохасканы жеңген болатын. Бұл кездесу UFC 295 турнирінде былтыр Нью-Йорк қаласында өткен болатын. Және де сол кездесуде Ири Прохасканы техникалық нокаутпен жеңіп шыққан болатын. Ал Джамал Хилл өзінің соңғы кездесуін, яғни 2023 жылдың қаңтар айында UFC 283 турнирінде Гловер Тейшераны жеңіп, сол кезде титулдық белбеуді алған болатын. Жалпы Алекс Перейраның рекорды небәрі 11 ғана кездесу, жалпы кәсіби кездесуі, бірақ та соның 9-ы жеңіс және 2-еуі де жеңіліс. Және де UFC-дағы небәрі 7 кездесуінде бұл жауынгер 2 салмақта чемпион болып үлгерді. Ал Джамал Хиллдің жалпы рекордына тоқталатын болсақ, Джамал Хилл бас-аяқ карьерасында 13 кездесу өткізіп, оның 12-сінде жеңіске жетіп, біреуінде жеңіліске ұшыраған. Жалпы осы бір жеңілісін ғана Джамал Хилл ол Пол Крейгке кездесу барысында қолын сындыру арқылы, яғни шынтағын сындыру арқылы жеңілген болатын. Бірақ одан бөлек оның ешқандай жеңілісі жоқ. Сондықтан да құрметті көрермен, бұл қос жауынгердің арасындағы кездесу өте аңызға айналатын кездесу болады деп күтілуде. Сондықтан да жалпы достар, бірінші, екінші және де үшінші осы бөлімдерді құрайтын UFC 300 турниріне арналған барлық сараптамалық шолуларды қарап шығыңыздар. Және де UFC 300 турнирін жіберіп алмаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.